Ақтөбе қалалық орталық мешіті ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ардақты ағайын, құрметті бауырлар, Алла тағалам басып келген әрбір қадамдарыңызға сауаптан жасын. Мынау телефонмен сөйлесіп отырған жігіттер, ниеттерің қабыл болсын, жұмаға келген. Телефондарыңыз тастаңыздар, дауыстарың қатты шығып жатыр. Мына ең болмаса бір жарты сағат бір жұмаға келген кезде бір дүниені қойсаңдаршы. Кішкене уағыз тыңдап, бір аят естіп, хадис естіп, кішкене мынау мешітке келгеннен кейін негізінде есіктен бастап телефонды өшіріп тастау керек болды. Сондай бір жаңағы аяқ астынан бір өте маңызды бір мәселе шықпаса, телефонды өшіру керек, көтермеу керек телефонды. Сен құлшылыққа келдің ғой, Алла тағаланың үйіне келдің. Ең болмаса бір мешітке келген кезде тастасай сол дүниені, сол бітпейтін шаруаны. Ол бітпейді еш уақытта ол. Мына мешітке келген кезде рахаттанып, кішкене уағыз тыңдап, намазыңды оқып, ең болмаса зікіріңді салып өзің, біздің уағызды тыңдамасаң, тыңдамай-ақ қой, әркім өзі біледі ғой. Ең болмаса мешіттің ішінде рахаттанып отыр, бір зікір сал, истиғфар тіле, Құран оқы, таста дүниені. Ол дүние деген тіршілік, ол бітпейді еш уақытта. Дүниені жұмадан шыққаннан кейін барып жалғастырасың. Қатты айтып жібердім ба? Ақиқат қой енді, шынымен ғой енді. Қатты айтып атсам, кейбір жігіттерге ұнамай атса, кешіріп қойыңыз. Бірақ ақиқаты осы, ең болмаса бір енді мешіттің ішінде өмірін басқаша болсын да, ең болмаса. Үйде де сол дүние, телевизор, телефон қолыңда, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, содан шықпаймыз. Базарға барасын, қайнап атқан тірлік дүние, саналып атқан ақша шатырлап. Әйтеуір үй керек, жер керек, мал керек, мәшіне керек, қарын тойдыру керек. Енді тіршілік керек қой енді, бірақ енді мешітке келгенде айналайын-ау, ең болмаса мешітте тынышталсайшы енді бір келіп тұрсын ғой, бір мақсатпен белгілі, дұрыс па? Бүгінгі тақырыбымыз, ардақты ағайын, адам өмірінің қадір жайында болмақ иншалла. Адам баласының өмірінің қадір қасиеті жайында. Аллаху субхана ва тағала Құран-и Каримде керемет аяттарда баяндап қойған, ардақты ағайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Садақаллахул азим. Исра сүресінің 70-ші аятында. Расында адам баласын ардақтадық, құрмет тұттық, оның абыройын асқақтаттық, оған бір баға бердік, құн бердік оған. Қаншама мақлұқаттардан оны артық еттік, жараттық. Ақылымен, жанымен, жан дүниесімен, мына сипатымен және рухымен естедік, оны артық еттік. Сондай-ақ оларды құрлықта да, теңізде де көліктендірдік. Әрі оларды жақсы неше түрлі ризықтар мен нәрселермен естедік, оларды қоректендірдік. Һәм оларды жаратқандарымыздың көбісінен не қылдық? Анағұрлым артыққа боларын естедік, жараттық. Деп Аллаху субхана ва тағала Исра сүресінің 70-ші аятында осылай баяндайды. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ деген бір мәтіннің астарында мына мағынаның өзі түсінген адамға үлкен мән жатыр. Біздің адам баласының өмірі, құрметті достар, мұсылман бауырларым, өте Аллаху субхана ва тағала, яғни жаратушы Алла тағаланың өзі бізді онсыз да о бастан естеп қойған, осылай ардақтап қойған, құрметтеп қойған. Біздің адам деген өміріміз, біздің адам деген жалпы жаратылысты Аллахтан естеп қойған, осындай дәрежеде көтеріп қойған. Мына бүкіл әлемді, аспан, жер, бүкіл ризықты, несібені, бәрін осы адам үшін жаратып қойған. Бәрі біздің иелігіміз жаратқан.
Сол адамдар не істеп жатыр? Сондай дамып кеткен технология 500 миллион километр ұзақтықта ғана шамамен арыстағы неге сол жаққа өмір бар ма деп сол жаққа тіршілік көзін іздеп кетіп жатыр да адам баласы. Бұл жердегі айтқым келгені, адам баласы сондай дәрежеде Құдай тағала оларға не істеп қойды, осындай бір мүмкіндік беріп қойды да. Аспанға да ұшып жатыр, жерді де кесіп кіріп жатыр, бәрін соның иелігіне беріп қойды. Бірақ кім қандай мақсатта істеп жатыр, ол жағы басқа әңгіме. Қаншама уағыздарымызда, дәрістерімізде айтып жүрміз, қараңызшы. Адам түгілі біздің шариғатымызда иттің өзіне баға берілген, малдың өзіне баға берілген, мысықтың өзіне баға берілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құмырсқаның иірімі дейміз жаңағы, илеу ма? Ұясына не істемеген, аяқпен баспаған, қанша мыңдаған әскерді бұрып жіберген, былай қара, соны баспаңдар деп, бассызбас үшін. Ит екеш, иттің өзіне шөлден өлейін деп жатқан итке хадистер талай айтып жүрміз, сахих хадисте келген пайғамбарымыз. Айдалада, сахарада құдықтан түсіп, аяғындағы жағы мәсімен, галошымен суды алып, әлгі итке су беріп, ит аман қалғандығы үшін Алла тағала оны істейді, пайғамбарымыз айтып жатыр. Жәннаттық қылды дейді да, жәннаттық болып кетті. Ит екештің өзі, иттің өзіне сондай жақсылық жасаған кезде не істеп жатыр? Біздің дініміз ол адам жәннаттық болды деп жатыр да. Қаншама құлшылығы көп болса да, намазы бар, басқасы бар, сондай Құдайға құлдық ұрған адам бола тұра бір әйел кісіні білесіздер, ол да Сахих Бухариде келген хадис. Мысықты қамап қойып, тамағын, суын ешкім ішкізбей, өлгенше солай қамап қойғандығы үшін тозақтық болып кетті. Мысық қой кәдімгі мысық. Ешқандай ақылы жоқ, оның басқасы жоқ. Ешқандай былай қарасаң негізінде, мысық қой дейміз ғой, ауылда баяғыда ағаларымыз. Бір тебетін еді ғой. Мен өзім мысық жақсы көрдім, бірақ мен кейбір ағаларым ұнатпайды соны. Ана пырылдап келіп жақындай береді. Ана неге секіріп мінеді, тамақ жеп қояды, бірдеңені ашып береді, холодильникті ашады кәдімгідей. Нешедір енді бұзықтықтар бар ғой енді. Әсіресе ана кішкентай бала кезінде мазаны алады да. Сол бір тебетін әлгі мысық бар ғой, сол мысықты сен өлтіргенің үшін не істеп жатыр? Біздің дініміз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бекер оны бір уақиға болсын, бір аңыз болсын деп айтып жатқан жоқ оны. Соны өлтіргендігі үшін тозаққа кіруіне себепкер болып тұр ғой, қарасаңызшы. Бұның маңыздылығын осы жерден байқауға болады да. Құрбан айтта, басқа уақыттарда малды қалай сой дейді пайғамбарымыз? Сүннетке қарасаңыз, пайғамбарымның өміріне қарасаңыз, кітаптарға фиқ кітаптарымызға қарайтын болсаңыз, малды ұрып соғып, қинап апаруға болмайды ма? Я, болмайды. Пышағыңды не істеуің керек? Дұрыстап қайрауың керек, ана дұрыстап қиналмай жаңа бауыздау үшін. Қараңызшы, малға біздің дініміз қандай құрмет көрсетіп қойғанда. Бірақ өкінішке орай, қазіргі біз өмір сүріп жатқан заманда, уақытта, мекенде Алла тағалам өзі жазасын берсін. Аллаху субхана ва тағала есебін жақсы біледі ғой. Алла тағала бізді жаратты, бізді осылай көркем етті, біздің дәрежемізді көтерді, ардақтады. Бүкіл әлемге осы бүкіл күштің бәрін біздерге иелігімізге беріп қойды, бірақ ертең бұның сұрауы бар. Оның сұрауы бар. Айтқым келгені, қазіргі заманда өкінішке орай адамның жаны хайуанның жанынан да арзан болып кетті. Өкінішке орай. Сонда ойланып қарасаңыз бар ғой, түбінде соны ойланып, бұл неге бұлай болып жатыр? Соншама әлемде осыншама адамдар неге жазықтан жазысы өледі, басқа қылады деп қарасаңыз, Абай атамыз керемет айтқан ғой, Абай атамыз. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боласың өлсең дағы. Менімен сен теңбе деп шіренесің, білімсіздік ісі ғой ол баяғы дейді да. Адам. Яғни бұл жердегі Абай атамыз бар ғой, субханалла, осы бір 4 шумақ, бір шумақ неде, 4 қатар өлеңінде осында үлкен бір мәселені айтады. Адам баласын кім екендігін сипаттап береді. Егер ол тәкаппар болатын болса, адамды адам санамайтын болса, оның кім екендігін Абай атамыз орнына қойып тұр да. Енді оның артында не бар деген кезде, Шәкәрім атамыз айтады.
шаранамен туып едің, бөз оранып өтесің, бір сағымды қуып едің, қай уақытта жетесің дейді да. Сағым деген бұл атақ десеңіз де болады, байлық десеңіз де болады, ақша десеңіз де болады, мансап десеңіз де болады, басқа десеңіз де болады. Екеуін қосатын болсаңыз, мына дүние, Абай айтамыз басқа бір сөзінде айтады ғой, мына дүние дейді бір нәжіс сияқты дейді да. Оны жаймасаң дейді, ол сасиды дейді да. Оны жайып тастамасаң не істейді? Оның пайдасы болмайды, керісінше зияны болады, оның иісі шығады, сасиды дейді да. Құдай тағала негізінде өмір сүру үшін дүниені берді. Керек бәріне ақша, тамақ та керек, ішу де керек, жеу де керек. Дүние керек, дүниесіз болмайды. Маған ақша керек жоқ, ойбай, мен деген Құдайға берілген күні түрі құлшылықтан басқа ештеңе білмеймін, маған ештеңе керек жоқ дейтін адам, ол дұрыс емес, ол сүннетке де сай емес, Құранға да сай емес, оның өтірікші ол адам. Ол егер сөйтіп істеген болса, онда ол адасқан. Алла тағаланың өзі бұл дүниені сізбен бізге берді өмір сүрсін деп. Бірақ бұл дүние біздің мына жүрекке кіріп кетпеу керек. Біздің дүние қалтамызда болу керек. Ол дүние қоңыздыққа берілетін болса, онда бізді қортады, иманнан айырады. Айттым келгені, осының бәрінің негізгі бірақ себебін аңғару болады да, дүние болды. Адамдар бар ғой, дүние де өліп бара жатыр. Ақша да өліп бара жатыр. Сол дүниеге деген жаңағы махаббаттың арқасында берілген соншалықты алданған адам қызыл-жасылға не істеп жатыр? Адамды да спокойно өлтіре салады болды. Адам жаны оп-оңай қия салып жатыр. Өтірік айта салады, аманатқа қиянат жасай салады. Туған туысқан бауырау деп қарамайды оған ақша тұрған жерде. Оны өздеріңіз куәсіздер, өмірде көріп жүрсіздер, талай оқиғалар көріп жүрсіздер. Бізден имам болған, ұстаз болғасын келеді, талай отбасылар анау кабинетте отырамыз, сағаттап отырамыз, күні бойы отырып сөйлесеміз. Сонда осындай отбасылық ең көп қозғалатын мәселе негізі, бізбен қозғалатын мәселе осы отбасылық жағдай. Қара отырсаң артында, неге келін кетіп қалды, неге енесімен арасын жараспай қалды, неге күйеу бала тастап кетті, неге талақ берді, басқа қара отырсаң, соң астарына ақтарып шығатын болсаң, қазбаласаң дүние шығады артынан ше. Анада жоқ, менде бар, менде жоқ, анада бар. Ана біреудің әйелдері жоқ, шубайға маған неге алып бермейсің, анада алтын бар, менде жоқ деген сияқты. Бәрінің артында бір дүние бар да. Қазіргі таңда да сондай жағдай болып жатыр, өкінішке орай. Телевизорда хабар көрейінші бір, немесе бір қарап бір не болып жатыр дүниеде деп қарайын десең бар ғой, кейде өкінішке орай адам бір мазан кетеді да. Кілең негатив нәрсе кілең. Анау қырыпты, мынау өлтіріпті, басқа қыпты, бәрінің артында дүние жатырды, ақша құмарлық, дүние құмарлық болды. Жеп атқандар сол, мемлекеттің қазынасын жеп атқанда сол адамдар, халықтың аузынан жырып алып кетіп атқан сол жемқорлар да сол, бәрі дүние үшін істеп жатыр бәрі, қараңыз. Және тойып жатыр ма солар? Тоймайды да. Бір жаман жер тоймайды. Біздің бабаларымыз оны не істейді? Оның көзін топырақ қана толтырады деген болды. Яғни адам не істейді? Өледі, мына дүниеден кетеді, сол кезде ғана ол не істейді? Ол адамның көзіне топырақ толтырады, сосын барып адам тоқтайды болды. Құранда тәкәсүр дейтін сүреде баяндалған. Сондай дүниеге берілген адамдар, дүние қоңыз болғанда не істейді? Анау қабірге дейін, яғни өлгенше дүние деп зажылап кетеді дейді. Тәкәсүр сүресін оқыңыздар, тәкәсүр сүресін. Олар не болды? Хәләк болды дейді олар. Олар нағыз зиянға ұшырағандар, нағыз құрдымға ұшыраған солар. Есілдерді дүние болды. Сондықтан бұл дүние қоңыздықтан арылу керек, ардақты ағайын. Бізді құртып атқаны осы, мына мемлекетті дамытпайтын осы. Кейде таңғаламын да, субханалла, кейде отырып күліп жібересің. Не жетпейді деймін де, айналайын-ау, сенің осың тапқан табысың деген, сенің өмірің соңына шейін жетеді ғой деймін де, айналайын-ау, бір 10 сотық жерге жете алмай жүрміз, үйіміз жоқ, осыңға шейін, жасымыз 40-қа келді масаға. Саған не жетпейді, айналайын-ау деймін да. Соншама не істейсің оның бәрін? Ертең кетесің ғой анау жерге. 20 метр Ақматаға ораласына кетесің ғой ана дүниеге деймін да. Кейде пендеміз ғой енді, субханалла, соншама байлық қазір бар ғой, зекетін берсе, қаншама үйсіз адамдарға үй алып берсе, қаншама жетімнің басын сипалайтын болса, субханалла, ана байлығымен бар ғой, не істейді? Қаншама сауапқа кенеледі,
Аллаху субхана ва тағаланың уәдесі хақ қой. Ертең сен дүние үшін инфақ жасайтын болсаң, Алланың ризалығы үшін. Жәннат саған дайын тұр ғой, ертең мына дүниеде рахаттанасың, ана дүние саған жетеді. Үйің бар, күйің бар, басқаң бар, тірлігің жетеді сенің. Ертең жақсылығын жасап қойсайшы, ана байлығын таратып қойсайшы, пока мүмкіндік бар кезде. Мына жүрегің соғып, қаның айналып, тірі тұрған кезінде бір жасап қойсайшы, Құдай үшін бірдеңені. Пайғамбарымыз не қылды дейді? Адам өлген кезде үш нәрсе бірге еріп барады дейді, қабірдің басына шейін. Талай айтып жүрміз, я? Осы хадистерді, аяттарды бар ғой, негіз ардақты ағайын. Жай әшейін, деп тыңдай салмаңыздар. Ойлану керек хадистің сол. Хадисті айтылған соны ойлану керек. Терең соны сіңіру керек, мына санаға бар ғой. Сол кезде оның әсері күшті болады. Қабірге барғаннан кейін, көмілгеннен кейін екі нәрсе кері қайтады дейді. Бір нәрсе өзіме бірге алады дейді. Екі нәрсе кері қайтатын не ол? Туған туысқандармен дүние мүлкі дейді да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өзімен бірге қабірде қалатын оның жасаған амалдары. Құдай үшін, Алланың ризалығы үшін не істедің сен мына дүниеде? Не бердің Құдай үшін сен? Сен қабірдің ішінде соның рахатын көресің. Ақшаңның, дүниеңнің, атағының, абыройыңның емес сен. Оның рахатын көре алмайсың сен. Керісінше, егер де сен Құдай жолына сен инфақ жасамаған болсаң, қажылығыңа бармаған болса мүмкіндігің бола тұра, зекетіңді бермеген болса мүмкіндігің бола тұра, өзің байып шіріп жатырып, қасында аш жатқан болса көршің сенің, ертең сен қабірде тыныш жата алмайсың сен. Ана жер бетіндегі шыбын-шіркейге жем боласың сен жыландарға. Ақиқаты осы. Қатты айтып жатыр демеңіздер, ақиқаты осы шындығында. Пайғамбарымыз айтып жатыр, жасаған амалың ғана ертең сен қабірде саған не болады, пайда береді. Ал кері қайтатын туған туысқан, мал мүлкің бәрі артта қалады. Сонша миллиондаған ақшаң, миллиондаған доллар ақшаң ертең артында қалады ғой, айналайын-ау. Ертең саған ешқайсы тимейді ғой, оның пайдасы бітті, тарап алып кетеді. Сен қазір бермесең мұқтаждарға, ертең сенің орныңа басқа жаққа береді ғой, оның бәрібір. Дұрыс па? Басқа бір жеп қояды, одан да сен берді, не істеп қал сен? Құдайдың разылығына бөлініп қалсайшы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына аятқа мән беріңіздер ардақты ағайын. Мәйда сүресінің 32-ші аятында. Мән қатала нафсан биғайри нафсин ау фасадин фил арди факаннама қатала наса джами'a. Ва мән ахияха факаннама ахиян наса джами'a. Кімде-кім кісі өлтірмеген, немесе жер жүзінде бұзақылық жасамаған біреуді өлтіретін болса, сонда шынайы түрде барлық адамды өлтіргенмен тең болады. Жазықсыздан жазықсыз, ешкімге қол сұқпаған, ешқандай да бір зұлымдық жасамаған адамды не істейтін болса, өмірінің қиятын болса, онда өмірдегі барлық адамның жанын қиғанмен тең, яғни барлығын өлтіргенмен тең болады. Ал кімде-кім оны тірілтетін болса ше, яғни біреуге өмір сыйлайтын болса, құтқаратын болса ше, оны барлық адамдар тірілткенмен тең дәрежеде болады. Бір мысықты өлтірдің ба сен? Сол бір мысықты өлтірген үшін жауап бересің. Бір адамды өлтірсең, әлемдегі қанша миллиард адам бар? 7 миллиард па? 7 миллиард дегенімізге біраз болдық, асқан шығар енді қазір енді. Соншама адамды өлтіргенмен тең боласың ғой. Оны мен емес, ғұлама ғалымдар осылай қазіргі неде жорамалдап түсіндіріп отыр. Өйткені бұл жерде мұтлақ мағынада, жалпы мағынада айтылғанда, адамның затты өлтіргенмен тең боласың. Бәлкім 7 миллиард адам тең, барлығын өлтіргенмен тең боласың. Ал керісінше бір адамға өмір сыйлайтын болсаң ше, бүкіл адамзатқа өмір сыйлағанмен тең дәреже сауапқа кенелесің. Алла разы болсын бар ғой, Алла разы болсын. Кейде ше, субханалла, таңғаламызда Құдайдың құдіреті біреуге мүмкіндік береді, байлық береді, атақ береді, мансап береді, бірақ ол адамға сауапты Алла тағала нәсіп етпейді. Ешкімге жәрдем бермейді. Сөйтіп өзімен өзі күйіп пісіп, дүниесі сыймай, жан-жаққа ешқайда сыймай сөйтеді өліп кетіп қалады да. Ал кейбір адамдар бар, кешегі мысалы көріп жатырмыз, Алла тағалам разы болсын, кім ұйымдастырса да 1 миллиард теңге жинап берді, субханалла, бір кім деген жағы қыздың аты кім еді? Айсезім деген қызымызға, субханалла, Алла тағалам шипасын берсін. Бәлкім жазылып кетеді шығар, бәлкім адам болып кетеді шығар. Алла тағалам соны тілейміз Құдайдан иншалла. Бәлкім Алла тағала оған өмір нәсіп етпейтін шығар. Мәселе онда емес. Мәселе сенімен, сізбен, бізде. Сенің берген 10 теңгең, сенің берген 1000 теңгең бар ғой,
сол адамның ертең аман болып аяққа тұрып кетуіне себепкері болатын болса, мінекей аят. Сіз қанша миллиардтаған адамның өміріне өмір сыйлағандай боласыз да. Соны ұйымдастырған адамдарға Алла разы болсын. Одан бөлек қаншама миллиондаған ақшалар жинап беріп жатыр, солай ма? Былтыр карантин кезінде қаншама сол ішінде кімдер бар, бәрі бар, өнер адамдар бар, жағы спорт нелер бар, имамдар да бар, халық та бар, бәрі бар. Әлгі ана өкпе жасанды не алатын аппарат бар емес па? Соны сыйлады да, мысалға. Мен өзім 10 күн бойы жаттым. 39-40 осылай түспейді бір апта. Кейін 38 мен 40-ның ортасында 10 күн бойы, ойласаңызшы, осындай температурада жатқан адам. Мен сол жақта жаттым. Қасымда 3-4 адам сол немен аппаратпен жатыр да. Субханалла, ана жердегі бар ғой, аураның өзі қорқынышты да, шындығында. Егер сенің жүрегіңде Аллаң болмаса, зікірің болмаса бар ғой, өте қиын нәрсе. Ана жердегі жағдайдың өзі сені өлтіріп тастайды психологически. Қайғырып кетесің. Ананың дауысы деген жаманда, бірақ бір көргенім сонда Құдайдың әуелі Алла Тағалаға өмір берем десе, әлгі бір кішкентай аппарат қой, дырылдап тұрған, дырр деп тұрған аппарат. Сол мен анам дем алып жатыр да, қарасаңызшы. Сенің берген 1000 теңге, 10 теңгенің арқасында ана адам не істеп жатыр? 1 сағат болса да, 10 сағат болса да дем алып жатыр да, ол рахаттанып жатыр. Қаншамасы жазылып кетті мысалға. Қаншамасы көзіміз жүріп кетті өкінішке орай. Алла Тағала нәсіп еткен жоқ ол өмірді. Аппарат болса да, Алла Тағала оған өмірді нәсіп еткен жоқ. Көзімізше кәдімгідей шығарып алып кеткен кезде, палатаның ішінен. Субханалла. Кәдімгідей ойланып қаласың да, ей Алла Тағалам, біттім мен деп. Карантин біраз адамды біраз негіз жұлқып алды ғой негіз. Қанша имам ұстаз болып жүрсек те, жаңағы бізде пендеміз ғой енді, бірақ сол заманда кәдімгідей бала шағамызбен қоштасып, әйеліме айналайын-ау, қарыздарымыз болса ұмытпа, мына бала шаға аманат деген кезім болды. Осылай деп айттым. Сондай дәрежеде мен Құдай Тағала сынағы келді да маған. Сонда айтайын дегенім, сол кезде мен ерекше дұға жасадым да. Ей Алла Тағалам, мына бір аппаратты алып берген адамдарға Алла Тағалам разы болшы. Я Алла Тағалам, мына кәсіп береке беруші. Яғни ана жерде, ей Алла Тағала, сондай жалынып кетесің сен. Ауырған кезде ананы көріп тұрсың ғой жақсылығын. Көрдіңіз ба? Сонша миллиондаған адам соны сізге сол өмір сыйлаған, соны себепкер болған адамға сөйтіп жалбарым дұғасын жасады да. Субханалла. Басқа ештеңе керек жоқ. Сондай дұғамен, сондай ынтамен сізге сөйтіп батасын беріп жатса, ризалығын білдіріп жатса бар ғой, арман қайда? Арман жоқ басқа. Айттым келгені, бір адамды жазықсыздан жазықсыз өлтіретін болсаңыз, онда бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең дәрежеде күнәға батасың. Бір адамның өміріне өмір сыйлап, әуелі Алла сіз бір себепкер болатын болсаңыз, бүкіл адамзатқа өмір сыйлағандай дәрежеде не істейсің, сауапқа кенелесің. Иншалла, сондай адамдарға өмір сыйлаған адамдардың қатарынан болуды біздерге нәсіп етсін иншалла. Иә, сынақ. Мына өмірдің өзі сынақ. Мына өмірдің өзі бірде қуаныш, бірде күлеміз, бірде жылаймыз. Өмір деген сонысымен қызық онсыз да ше. Тек қана жаңа күле берсең, қарын тоқ, киім бүтін, ой, бәрі рахат болып жүре берсе де қызық болмайды өмір. Керісінше болса да сен деген азып тозып кетесің да. Құдай Тағала істеп қойған, кейде саған жақсылық береді, кейде саған қайғы береді. Құдайдың өзін жаратқан заңдылығы да сондай. Алла Тағала оны Бақара сүресінің 155 аятында баяндап қойған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ланаблуаннакум бишай'ин минал хауфи вал жу'i ва нақси минал амвали вал анфуси вас самарат ва башширис сабирин. Әрине сендерді қауіп қатермен, ашаршылықпен, және малдарыңнан, жандарыңнан, сондай-ақ өнімдеріңнен кеміту арқылы не істейміз сендерді? Сынаймыз деп жатыр. Сабыр, бірақ дейді, уәбәшширис сабирин, бірақ сабыр етушілер не істе? Сүйіншіле, қуант оларды. Кім сабыр ететін болса, сол өлім жетімге де, сол аштыққа да, сол қайғыға да, сол проблемаға да, басына түскен тауқыметке де сабыр ететін болса, шектен шықпаса, күпірлікке бармаса, өз-өзін ұстайтын болса, Құдай Тағалам, сен бердің, сен алдың. Я Алла Тағалам, мына дүниені сен бердің, сен алдың. Алла Тағалам, сен мені осылай сынап жатырсың. Біреуге миллиондап байлық бердің, маған түк берген жоқсың. Соған да шүкір Алла. Біреудің айына 100 000 теңге айлық табады біреу. Біреу миллион табады да. Мейлі миллион доллар тапсын депті керек болса. Бірақ Құдай Тағала бар ғой, сол 100 000 теңгенің берекесін беріп қоятын болса, ол миллион теңгеден артық та ол.
Оны осы жерде отырған бәлкім үлкендер жақсы білетін шығар. Өмірде осындай сынаққа тап болғандар жақсы біледі оны. Құдай тағала сол 100 000 теңгенің берекесін беріп қоятын болса, сол өмір саған жетеді. Сол бақыт сенің жүрегің тыныш болса, бала шағаң қасында болса, қарның тоқ болса, қарызың болмаса, әсіресе үйің күйің басқа машинаң болмаса да, сенің мына жүрегің тыныш, құлшылығың бар, Құдайдан қорқасың, ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың, біреуге зұлымдық жасап жатқан жоқсың, сол 100 000 теңгең сенің тамағыңа, суыңа, ас суыңа жетеді. Сонымен ақ күн көруге бола ма? Күн көруге болады. Одан да ары қарай байып өмір сүруге бола ма? Өмір сүр, бірақ тағы да стоп, ана жерде дүниеге беріліп кетпе. Дүниеге беріліп кетуден сақтан. Абай атамыздың негізі өлең жолдары бар ғой, таң қалдырады мені. Әр оқыған сайын баяғыда жаттадық қой. Әлгі 45 қара сөзін көп оқыдық мектеп кезінде. Өлеңдерін көп жаттап өзім жақсы көрем. Осы аталарымыздың өлеңдерін көп жаттап өстік. Сонда да кейбір өлең жолдарын оқып отырсаң, сол бала кезде көп нәрсені түсінбеген екенбіз де, қазір аят хадистермен оқып отқан кезде салыстырып, субханалла, бұл кісілер кәдімгі данадан болған екен да. Мына жерде орай келіп қалды да, соны айтып жіберейін деп тұрмын, түртіп алып едім ғой. Абай атамыз жалпы өзінің негізгі түсінігінде байлықты жаратқан Құдай дейді да, кедейлікті де жаратқан Құдай дейді, бірақ кедей қылған Құдай емес дейді. Байлықты жаратқан Құдай, кедейлікті жаратқан Құдай, бірақ кедей қылған Құдай емес. Демек, өзін танымаған, Құдайын танымаған адам нағыз кедей. Абай атамыздың түсінігін қараңызшы. Бұл жерден не шығады? Тағы да еңбек деген нәрсе шығады. Әркім өзінше не істеу керек? Еңбектену керек, талпыну керек. Бұл деген сөз біздің дініміз талай енді уағызда айтып жүрміз ғой. Құран аяттарда да осы баяндалған жұма сүресін сіздерге баяндап бердік мысалға. Қашан жұма намазына азан айтылатын болса, тастаңдар бәрін, саудалардың бәрін қоя тұрыңдар бәрін. Асығыңдар Алла Тағаланың зікір етуге, мешітке асығыңдар құлшылық қылуға. Құлшылықтың қашан бітесіңдер, намазын қашан оқып боласыңдар, сосын естеңдер жер бетінде тараңдар. Сөйтіп Құдай Тағаланың нығметінен естеңдер, ризықтарыңды алыңдар, еңбек етіп әрине, жұмыс істеп табыңдар деп жатыр Алла Тағала. Бірақ мәселе бұл жерде бай болу, кедей болу емес. Мәселе сол кедей болсаң да, бай болсаң да, өзіңнің құлдық неңді жоғалтпауға қасиетіңді. Құдай Тағала алдында құлдық қасиетің не істемеуің керек, сен жоғалтпауың керек. Және жаңа Абай атамыздың меңзеп тұрған үлкен бір мағынаның бірі осы. Құдай Тағала нығметті берді, ақылды берді, күшті берді. Не істеуіміз керек? Біз еңбектенуіміз керек. Сен отыра берсең піс, аузыма түс десең ол түспейді ол. Сен не істеуің керек? Сен жеміс-жидек шығару үшін еңбектенуің керек, оны егуің керек, анау несін отауың керек, су беруің керек. Оны сен деген мәпелеп, бала сияқты өсіресің, оны қорғаштайсың, тауысқаннан, қарғадан қорғайсың. Сосын барып жеміс береді, сосын барып жұлып жейсің ананы. Міне еңбек. Сондықтан не істеуіміз керек біз? Еңбектенуіміз керек. Бірақ жеттің ба сондай бір атаққа, байлыққа, сол кезде баяғыны кедей болғаныңды, аш жүргеніңді ұмытпа. Құдайдың құл екеніңді ұмытпа. Зекетіңді беруің керек, соны ұмытпа. Болды. Мінекей сонда не болады? Сонда орта жол болады, сонда баланс болады. Демек, Аллаху Субханала Тағаланың сынақтары келіп жатыр, бәріміздің басымызға келуі мүмкін. Ол өлім болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, аштық болуы мүмкін, проблема болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Бірақ Аллаху Субханала тағы да ескертіп жатыр. Уабашшири сабирин, сабырларды сүйіншіле, қуант оларды. Бұл тағы не деген сөз? Сабырлы деген кезде автомат түрде үндеме. Еш нәрсең айтпа. Сүмірей бейшара болып отыра бер, күте бер солай деп жатыр ма? Жоқ. Бұның астарын ақтаратын болсаң, сабыр, шектен шықпа. Байлықты да жаңа айттым, атақ мансапты да шектен шықпа. Біреуге зұлымдық істеме, фитна бүлікке барма. Әр нәрсені парасаттылықпен байыбына барып соны шешімді бер. Асықпа, ашуға берілме. Сабыр ет, сол жерде ұстан өзіңді. Еңбектенесің, ештеңе таппайсың. Миллионға жете алмайсың. Қоя салу керек па? Жоқ. Жұмыстерға тоқтама, сабыр ет. Мүмкіндігің көп болып тұр. Телефонды ашсаң харам, телевизорды ашсаң харам, сыртқа шықсаң харам. Сабыр ет, қарама оған. Сабыр ет, ұста өз-өзіңді, күнәға барма. Мінекей сонда не істейсің сен? Иманның ләззатын сезінесің, рахаттанасың. Сол иманның рахатын сол кезде сезінесің. Құдай Тағала сонда саған назарын салады. Енді мына бір хадисті қараңыздар. Субханалла, бұл хадис те өте маңызды және өте қызық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Аджабан ли амрил муъмин, инна амраху куллаху хайрун, ва лейса залика ли ахадин илля лил муъмин. Ин асабатху саррау шакара, факана хайран лаху, ва ин асабатху даррау сабара, факана хайран лаху."
Мүмин адамның жағдайына таң қаласың дейді, қандай ғажап дейді да. Мүмин, Аллаға шын иман келтірген мұсылманның өмірі, жалпы тұрмысы, тірлігі қандай ғажап, таң қаларлықтай дейді да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шындығында оның кез келген ісінде хайыр бар дейді да, хайыр, жақсылық бар. Мұсылманның, мүминнің әрбір ісінде хайыр, жақсылық бар. Және бұл мүмкіндік дейді, тек қана момын мұсылманға нәсіп еткен дейді. Бұл бақыт, яғни айтып отырмыз ғой, бүкіл оның істеген ісі хайырлы деп жатыр ғой. Осы мәселеде дейді, бұл тек қана мүминдерге нәсіп еткен бақыт деп жатыр да. Егер дейді хадистің жалғасында, егер оған бір жақсылық келетін болса, бір қуаныш келетін болса, дүние келетін болса, аяқ астынан Құдай нәсіп етіп, байып кететін болса, мысалға дегенім ғой. Бір креслоға отырып қалдың, мысалға бір қызметке келіп қалдың, мысалға. Тағысын дағы. Ол Алла тағалаға шүкір айтады. Және оның сол айтқанында хайыр бар дейді. Жақсылық келді, қуаныш келді, не істеді? Құдайға шүкір етті. Сол шүкір еткен сол амалында не істеп жатыр? Ол үшін жақсылық бар деп жатыр да. Ал егер оған бір қайғы келетін болса, бір проблема келетін болса, басына бір тауқымет келетін болса, ол оған сабыр етеді. Шыдайды, шектен шықпайды, күпірлік қылмайды. Жеңілмейді оған, мойымайды оған. Оның бұл ісі де өз үшін хайырлы болады дейді да. Имам Муслим рахималлахтың жеткізген хадисі. Алла тағала баршасына разы болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның мәшһүр хадисі бауырлар. Аджабан ли амрил муъмини, қандай ғажап, таңғаларлық мүминнің өмірі. Әрбір ісі оның хайырлы, егер де ол жақсылық келген кезде, қуаныш келген кезде, молшылық келген кезде шүкір ететін болса, күпірлік етпесе, шектен шықпайтын болса, ол ісі өзіне хайырлы, шүкір ететін болса, ал басына проблема келген кезде сабыр ететін болса, және сол сабырмен ұстайтын болса өз-өзін, онда не істейді? Ол ісі өзіне хайырлы дейді. Мінекей, мүмин мұсылманның өмірін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ауыз сөзбен сипаттап берді. Енді шариғатымызда тағы да мына нәрсеге тыйым салынады. Өз-өзіңе қол сұғу. Қаншама адамдарды көріп естіп жатырмыз, қаншама жастар, біз анау хабардан ол естіп жатқандарымыз ғой, естімей жатқандарымыз Құдай сақтасын қаншама болуы мүмкін да, одан да көп болуы мүмкін. Өз-өзіне қол сұғып жатқан суицид дейміз ба, сонда қазіргі тілмен? Өз-өзіне не істеп жатыр? Өз-өзіне қол сұғып жатыр қаншама адамдар. Соның астарын қарап отырсаң да тағы да не бауырлар, сол дүние ғой сол. Сол дүниеге келіп тіреледі. Негізінде бұл да бір ақиқат ардақты ағайын. Менің үй жайым жоқ, менің күйім жоқ, жұмысым жоқ, басқам жоқ, күйім тастап кетті, мен ауырып жатырмын, басқа қылып жатырмын деп сен тағы да сен не істейтін болсаң, өз-өзіңе қол сұғатын болсаң, сен тағы да жазалысың, тағы да сен не істедің, харам істедің. Сенің Құдайдың алдында сен Алла тағала саған разы болмайды мына ісіңе. Сен Құдайдың берген жанына сен өзің қол сұға алмайсың. Яғни сен өз-өзіңе қол сұқсаң да, сен не істеген боласың, бәрібір сол адамды өлтірген боласың. Сен өйткені сен қол сұғып тұрсың соған. Тағы да осы жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мәшһүр хадисі есімізге келіп отыр. Кім дейді, өзін-өзі қандай да бір темірмен өлтіретін болса, жаһаннамда қолына темір алып, мәңгі бақи өз-өзін түйреумен болады дейді. Кім бір темір затпен өз-өзін өлтіретін болса, онда ертең тозақта сол затпен, сол темір затпен не істейді өз-өзін? Сонымен өлтіреді, қайта өлтіреді, ана тіріледі, өлтіреді. Солай азапталады деп жатыр да. Ал кім у ішіп өлетін болса, мына хадис айтып жатырмын мен, хадис. Кім у ішіп өлетін болса, жаһаннам отында мәңгілік у ішумен өледі дейді. У ішеді, өледі, қайта. Ал кім өзін таудан тастап өлтіретін болса, жаһаннамда тозақта ертең өзін мәңгі отқа лақтырып тұрады дейді. Яғни мына дүниеде кім қалай өзіне қол сұққан болса, Алла сақтасын, тозақта дәл солай өз-өзіне қол сұғып, дәл солай өлтіретін болады деп жатыр да. Бұл нені білдіреді? Бұл тағы да сол адамның өмірі қымбат мәселе осында. Қайта біздің бастаған тақырыбымыз сол. Алла тағала ардақтап қойған, құрметтеп қойған. Уәлақад каррамна бәни Адама деп сол Құран аятына салып қойған Алла тағала біздерге осыны ескертіп жатыр. Адамның жаны, адамның өмірі жай қарайтын мәселе емес. Соңғы айтарым, біз не істеуіміз керек енді? Өмірдің қадірін түсіндік, оның маңыздылығын білдік, қол сұғуға болмайтындығын білдік. Енді ол адам өзі не істеу керек мына дүниеде? Қалай мына дүниеден кету керек? Шет жағаз айтып кеттік, дүниеге берілмей Құдайдың разылығын тауып кету керек. Ең маңызды мәселе осы дүниеде. Өйткені біздің дүниеге келудегі мақсатымыз да сол негізінде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Өлім мен өмірді жаратқан Алла Тағала лияблуакум айюкум ахсану амала. Сендердің қайсыларың жақсы амал жасайсыңдар, сендердің қайсыларың жақсы мұсылман боласыңдар, соны сынау үшін жараттым дейді Алла Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Тирмизи жеткізген хадисте хайрун наси мен тала умруху ва хасуна амалуху деген екен, ардақты ағайын. Адамдардың ең жақсы дейді, өмір жасы ұзақ болып, әрі амалдары ізгі болғандары дейді да. Біреулер бар 80 жыл, 70 жыл, 90, 100 жыл өмір сүру мүмкін да, бірақ өмірі бос кетуі мүмкін. Дүниемен, тіршілікпен, басқамен. Бірде бір құлшылық жоқ, Құдайға ешқандай бір маңдайына бір сәждеге бармаған, ешбір жақсы амалы жоқ та. Біреулер болуы мүмкін 30 жыл, 20 жыл өмір сүру мүмкін, бірақ Құдай үшін не істеп кетуі мүмкін, бүкіл жақсы амалдар жасап кетуі мүмкін. Сондықтан да өмір бұл ұзақ өмір сүру, яғни мәселе ода емес. Әрине Аллах субханаху тағала мына дүниеде ұзақ өмір нәсіп етсін. Бірақ қанша өмір болса да берекелі өмір нәсіп етсін, мәселе осында. Және мынаны ұмытпауымыз керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Латусалуна сумма латусалуна яумаидин анин наим. Ол күні, ертең қиямет күні берілген нығметтерден міндетті түрде сұраққа тартыласыңдар. Алла Тағаланың ескертуі. Мына берген жан, мына берген уақыт, мына берілген өмір, мына берілген сансыз нығмет, мына берілген тәуелсіз еліміз, мына жеріміз, мына берген мүмкіндіктер, осыншама байлық, жер асты үсті барлығы. Бұның барлығына ертең жеке бәрін сұраласыңдар. Бала шағаңның ертең нәпақасын тауып атсын ба, қаяқтан тауып атсын, қалай асырап атсын сұраласың ертең. Мына киіп отқан киімің қалай келді, ішіп отқан асың, тамағың қандай жолмен келді, бұның барлығын ертең сұраламыз. Кедей де сұралады, бай да сұралады. Осыны еш уақытта ұмытпауымыз керек. Олай болса 90 сөзін тобықтай түйін ретінде айтарымыз, ардақты ағайын. Мына өмір деген нәрсеге, адамның өміріне жай қарамауымыз керек. Өмірімізді бағалайық, өзімізді бағалайық. Аллаху субханаху тағала сондай мына дүниеде бізді ардақтап, құрметтеп қойған. Бірақ ол иманымен, жүрегіндегі тақуалығымен, инна акрамакум индаллахи атқакум, Құдайдың құзырынан ең ардақтыларың ол тақуа болғандарың, тақуалықтарыңмен, діндарлықтарыңмен. Құдайдан қаншалықты көп қорқасың, соншалықты сенің дәрежең жоғары. Ал Құдайдан қорықпайтын болсаң, Құдайдың әміріне бойсұнбайтын болсаң, шариғатты ысырып қойып, дүние дей беретін болсаң, ертең көкесіңді көресің, көкеңді. Мына дүниеде сенің адам деген атың бар әшейін болды, сенің затың адам емес. Өйткені сен істеп атырсың, дүниеге беріліп атырсың, сол дүние қолыңызбен істеп атсың, дүниедің соңында қабірде шіріп кетіп атсың да болды. Сенің адам деген атың ғана қалды болды. Сенің затың оған сай емес. Алла одан баршамыз сақтасын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Жаратқан Алла Тағалам тағы да осы мешітке, жұмаға басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Мынау қазір Ережеп айындамыз, бауырлар. Алдымызда Шағбан айы келе жатыр. Берекелі қасиетті айларда көбірек жақсылық жасап қалайық. Көбірек құлшылығымыз жасап қалайық, бауырлар. Жаратқан Алла құлшылық дұғаларымызды, тағат ғибадаттарымыз қабыл қылсын. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar.